Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге жүрек ауруының жасырын белгілері туралы нақты айтатын боламын. Көптеген пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен статистикаға көз жүгіртейік. Әлемде жыл сайын созылмалы ауруының асқынуымен 41 миллионға жуық адам көз жұмады екен. Бұл инфекциялық эпидемиялық аурулар ғана емес, миллиондаған адамның өмірімен ерте қоштасуына, ағзаның дабылын елемеу, сырқатына мән бермеу сынды жайлар себеп болады екен. Соның ішінде ең көбі, яғни 18 миллион адам жүрек ауруларынан көз жұмады дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Оның арасында 30 жасқа жетпеген жастар да бар екен. Жүрегі кенеттен тоқтап қалыпты. Осы сөзді соңғы кездері жиірек естіп жүрміз. Неге? Әрдайым анық байқала бермейтін, бірақ жүректегі кінаратты білдіретін мына жағдайларға назар аудару керек. Ең біріншіден, кеуде тұсындағы жайсыздық. Бұл жүректе ақау барын білдіретін ең көп кездесетін белгісі. Біреуде кеуде тұсы аздап қана ауырса, екінші адамда кеуде тұсын бірдеңе басып, қысып тұрғандай сезім пайда болады. Енді біреуде кеудеде ауыр тас тұрғандай сезім мазалайды екен. Егер сіз кейде кеуде тұсыңызда түсініксіз жағдай, біртүрлі сезім байқалса, мейлінше тезірек терапевт дәрігеріне қаралыңыз. Және де электрокардиограммаға және жүректі өзеге түсіруге жолдама алуыңыз қажет болады. Басталып келе жатқан жүрек ұстамасы осындай белгі береді екен. Егер кеуде тұсындағы ауру қатты немесе бірнеше минутта көбірек болса, шұғыл түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Жүрек ауруының тағы бір белгісі – тәбеттің қашуы, жүрек айнуы, асқазандағы ауырлық сезімі. Әрине, асқазан жүрекке қатысы жоқ әртүрлі себептермен ауырады. Алайда кей кездері ас қорыту жүйесіне қалыпты мөлшерден аз қан келіп тұрғандықтан астың дұрыс қорытылмауы мүмкін. Ал қанның дұрыс айналмауы жүректің нашар істегенінен болады. Егер жүрегіңіз себепсіз айни берсе, әсіресе кеуде тұсыңыздан жайсыздықты және осы тізімдегі басқа да симптомдарды сезінсеңіз, терапевт врачына тезірек қаралыңыз. Жүрек ауруының тағы бір жасырын белгілерінің бірі сол қолдың ауырсынуы. Жүректен шығатын және сол қолдағы жүйке талшықтары да сигналды миға жіберіп тұрады. Осының нәтижесінде ми жүрек ауырып тұрғанын немесе сол қолдың ауырып тұрғанын әрдайым ажырата алмайды. Егер сол қолда себепсіз ауырсынуды байқасаңыз, оның салмағы артып кеткендей сезім болса, қозғалтудың қиындығы мен ұйып тұрғандай сезімдер қайталанса, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Әдетте инфаркт ауруының классикалық симптомы осындай белгі береді екен. Ал келесі белгісі аз уақыттық бастың айналуы. Егер кенеттен пайда болатын қысқа уақыттық бас айналуы, кеңістікте бағыттан адасқандай күй кешу, тосыннан болатын әлсіздік сізде жиі қайталанатын болса, жайбарақат отырмаңыз. Әдетте мұндай жағдай жүрек қанды миға керегінше жеткізе алмай жатқанын білдіреді. Бұл жақындап қалған инсульт ауруының белгісі. Сонымен қатар үнемі шаршаңқы жүру. Жүрек әлсіз болса, қан айналым толыққанды қамтамасыз ете алмайды. Содан ағза мүшелері мен тіндер қоректік заттардан және оттегінен зәрулік көріп, тарыға бастайды. Қол не аяқта әлсіздік, ұйып қалу, жансыздану сияқты сезімдер пайда болады. Егер мұндай жағдай сізге таныс болса, кардиологтың кеңесін алғаныңыз дұрыс. Жалпы жүрек ауруының тағы бір жасырын белгісі аяқтың ісінуі. Аяқ пен қолдағы қан айналымы дұрыс болмағаннан, тіндердегі артық сұйықтықтың шығарылуы да дұрыс болмайды. Бұдан аяққа көбірек зиян келеді. Сұйықтық тері ішінде қордаланып қалады. Соның нәтижесінде адамның аяғы домбығып ісіп кетеді. Егер аяқтың ісінуі сізде жиі орын алса, оның зардабында жүрек көреді. Жүрек адамның ең негізгі қаруы, сондықтан жүректі барынша сақтау керек. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Сонымен қатар каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар.